Сәлем баршаңызға, бүгін сіздерге минутка самсаның рецептісін ұсынамын. Ең алдымен бізге ситыдан өткізілген ұнға жетік болады, және де айран 2,5%, және де ас содасы және сары май керек болады. Енді осылардың барлығынан біздер қазір самсан тестісін жасаймыз. Бірінші айранымызға ас содамызды, жарты шай қасық ас содамызды, жарты шай қасық тұзымызды салып араластырып қоямыз. Содан кейін ұнымызға сары майымызды саламыз. Сары майымыз егерде салқын қатты болған жағдайда сіздер ұнға аунатып теркадан өткізесіздер. Егерде жұмсақ болса, осылай қолдың көмегімен песочный тест етіп жасап аламыз. Қамырымызды осындай песочный етіп алдық. Енді осыған қазір біздер айранымызды салып, қолдың көмегімен тестімізді басамыз. Міне қараңыздар, жұмсақ песочный тестіміз дайын болды минутка самсаға. Және осы тестідан біздер мясной пирогта пісіре аламыз. Енді бұл тестіні біздер қазір пакетке салып, холодильникке 30 минутқа қойып қоямыз. Самсаның салмасын дайындаймыз. Біздер 400 грамм фарш алсақ, 400 грамм жуа салуымыз керек, себебі сочный болу үшін. Және де тұз, бұрыш салып, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша саласыздар. Жақсылап барлығын араластырып, фаршыңызды дайындап аласыз. Енді қамырымызды аламыз да, енді бөліктерге бөлеміз. Қамырымызды бірінші 2 бөлікке бөліп аламыз да, осындай және шетінен осылай домалақ бөліктерден 40-30 граммнан. Егерде үлкен самса жасағыларыңыз келсе, 40 граммнан алыңыздар. Егерде кішкентай самса жасағыларыңыз келсе, 30 граммнан барлығын домалақтап дайындап аласыздар. Қамырымыздың бетін салфанмен салып жауып қоямыз, себебі кеуіп кетпеу үшін. Және енді салмамызды алып, самсамызды дайындайтын боламыз. Самсамызды дұрыстап түйіп алыңыздар, суы ағып кетпеу үшін. Және қараңыздар, мұқият біздерге көрсетеміз, қолдың көмегімен осылай ерек етіп самсамызды түйеміз. Әдемі самса болып шығады. Және де қазір домалақ түрін көрсетем, самса минутка түрін сіздерге. Мен 2 түрде жасадым, сіздерге көрсетіп жатырмын. Және бұл тестідан бір жақсысы, бұл самсаларды холодильникке, заморозкаға сақтап қоюға болады. Кез келген уақытта өздеріңіз алып дайындай бересіздер, пісіре бересіздер. Енді сіздерге самса минутка түрін түйуді көрсетіп жатырмын. Қараңыздар, осылай мұқият түйу керек, аста пісіргенде ашылып кетпеу үшін. Сондықтан мұқият барлығын түйіп жабылу керек та асты. Осындай домалақ етіп, қараңыздар, домалақ самсаныда, бұл самса минутка самса дейді. Мен 2 түрін жасағандықтан мен сіздерге 2 түрін көрсетіп жатырмын.
Осындай самсаларды дайындайтын болсаңыздар 30 граммнан алып мини самсаларды қонақтарыңызға өте күшті болады ғой. Және де осындай минутка самсалар. Егер де минутка самсаларды жасай алмасаңыздар, осылай ирек-ирек етіп самсаларды жасап қоюға, түйіп қоюға болады. Және бұл рецепті, бұл самсаларды морозильникке қатырып әуелі, содан кейін барып пакеттерге салып қойсаңыздар, кез келген уақытта өздеріңіз дайындай бересіздер. Немесе қонақ шақырғанда алдын ала жасап морозильникке қатырып, содан кейін барып дайындайсыздар да, өздеріңізге ыңғайлы болады. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Рахмет.